Бүгінгі менің жұмысым красный бархат торты. Сәлем бердік. Келін асханасымен бірге өте сәнді, богато көрінетін қызыл мақпал тортын жасайық. Өзгеше әсемдеумен қызыл бархат. Ең бірінші құрғақ массамызды дайындап аламыз. 400 грамм ұнға 0,5 шай қасық какао және 1 шай қасық разрыхлитель қосып, араластырып дайындап қоямыз. Және таза құрғақ ыдыста 5 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұзбен миксерлейміз. Құрғақ массамызбен бірге 200 грамм сары майды да ерітіп аламыз. Отқа қоямыз, немесе микротолқынды пеште сұйық масса болғанша ерітіп аламыз. Жұмыртқамызға 280 грамм қант салып, үлкен пышны масса болғанша миксерлейміз. 7-8 минуттай уақыт өтті. Жұмыртқамыздың бетінде сурет қалатындай болып миксерлену керек. Және бір толы стакан айран 280 грамм болды менде. Соған шым-шым жарты шай қасықтың азырақ сода қосып, араластырып, кішкене 5 минуттай, 3-4 минут уақыттай ұстай тұрдым. Көпіру үшін, көпіршіктер пайда болып реакцияға түсу үшін. Одан кейін бір толы шай қасық қызыл краситель қойдым. Гелевый краситель болу қажет. Еріген және сәл суыған сары майымызды жұмыртқалы массаға құямыз. Взбивать етпейміз, тек қана миксердің баяу айналымында миксерлеп айналдырып жібереміз. Құрғақ массамен айранды осылайынан кезек-кезектен жұмыртқамен сары майлы массамызға біріктіреміз. Қатты қою да емес, сұйық та емес, бір қаймақ тәрізді консистенция болу керек. Миксердің венчиктарынан ағып тұру керек. Қамырымыз жаңадан істеп үйреніп жүрген кезінде қызыл бархаттың осы корждары қоңырлау болып қалатын. Не себепті екенін түсіне алмай, красителем гелевый болса да сөйтіп қоңыр болып қалатын. Оказывается, оның себебі какаоны көп қосып жібереді екен. Бір шай қасық какао көп екен, әлде мен какаоның қатты темный болды ма, сол себепті ме? Одан кейін жарты шай қасық қосып едім. Тура қызыл бархаттың формасында қызыл корждар болып шықты. 22 сантиметр диаметрлі 2 кольцода пісірейін деп едім. Бір формаға салып, екеуі сыймайды екен. Сол себепті асты мен үстіне қойып пісіріп көрдім. Осы жолы жақсы пісті, жақсы көтерілді. Және көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Мен осындай салмақ болған соң, весі болған соң өлшеп бөлдім. 4-ке 300 граммнан шықты. 170 градусқа қызып тұрған пеште 15 минуттай пісті. Құрғақ таяқшамен тексеріп көріңіздер, әр пеш әрқалай пісіреді. Егер менікі сияқты духовкаларыңыз биіктеу болмаса, бір-бірден 4 коржды пісіріп аламыз. Осындай әдемі қызыл түсті корждарымыз, және жаңағы пергаментті піскен жағын астына қаратанда келесі коржымызды құямын. Және тағы да 15 минутқа осы коржды духовкаға жіберемін. Беті сәл төмпешіктер болса, осындай кондитерлі пышақпен бетіндегі төмпейіп тұрғанын алып тастаңыздар. Дайын торт жиналған кезде қисық болмау үшін. Корждарымыз пісіп, бір жарты сағаттан аса суыған соң крем дайындаймыз. Ол үшін 600 грамм сливочный сыр немесе творожный сыр алып, 200 грамм қант ұнтағымен миксерлейміз. Баяу жылдамдықта жаңағы қант ұнтағымен сливочный сырымызды біріктіру үшін және комоктар, әртіктер қалмау керек. Одан кейін 400 грамм салқын тоңазытқыштан шыққан 33% кілегейімізді құйып, 1-2 минуттай миксерлеп, қою болғанша миксерлеп жібереміз. Және осындай кондитерлі қалташаға әдемі насадкаңызды салып, жаңағындай гүлдердің формасы шығатындай салып дайындап қоямыз. Корждарымыздың шеті түзу және сәл қоңыр болып тұрған жерлері көрінбеу үшін, әдемі бір сызық болып тұру үшін өстіп кольцоның көмегімен кішкене ғана кесемін. Кольцоны басып тұрып, пышақпен де кесіп жіберсеңіздер болады. Және өстіп кондитерлік қалташамен, насадканың көмегімен осындай гүлдер жасаймын. Жаңағы сервировочный тарелкамыздың астына сәл крем жақтым. Жиналған тортымыз қимылдамай жақсы тұру үшін
корждың ортасына қасықпен бір лопаткамен крем жағамын. Немесе гүлдерді жасамай тұрып, бірінші осы ортасына крем жағып жіберсеңіздер болады. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Және үстіне корждарды түзулеп қойып алаңыздар. Осындай гүлдер жасап шығамыз. Шетіне қарай қатты шықсаңыздар да болады, бәрі өз қалауларыңызша. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Өткізіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар және осы видеоңызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және подсказка бөліміне сілтеме қалдырамын. Менің Бопипай торнымда хит болған трайфл, минка десерттерін, ыстық 8 наурызға салат рецептері бар. Қарап көріңіздер. Ең үстіңгі коржды жинап жатырмын. Ортасына осылай крем жағып аламын. Және кондитерлік шпатель немесе спатуламен түзулеймін. Одан соң шет-шетіне жаңағындай гүлдерімізді жасап шығамын. Сен де өз қалауыңызша туған күн болса, туған күн иесінің атын, жасын ортасына жазсаңыздар болады. Егер бұлайынан әсемдеген ұнамаса, шет-шетіне крем жағып, корждардың шетінен алған үгінділерін сеуіп шықсаңыздар болады. Мен солай үгінді жасаймын және тек қана ортасына ғана сеуіп шығамын. Дастарханға ерекше сән береді, ерекше әсемделген тортымыз дайын болды. Тек сіңсе болды. 5-6 сағат тоңазытқышқа немесе түнге, бір түнге тоңазытқышқа қойып қоямын. Түрінің өзін айтсаңызшы, қандай сүйкімді, сұлу, кремдердің жағылғаны, жаңа гүлдері әдемі көрінеді және осындай разрезі де оңай, дәмді. Осы рецептпен жасап көріп, менің каналыма қоңыраушамен тіркелуді ұмытпаңыздар.